Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамында ешқандай ашытқы, ас содасы жоқ, өте керемет болып шығатын осындай ақ шелпектердің рецептісімен бөлісемін. Ең бірінші таза ыдысымызға газдалған су құямыз, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық майонез қосып араластырамыз. 1 шай қасық толтырмай тұз, 2 шай қасық осындай қантымызды қосып, 1 келкі болғанша араластырып аламыз. Байқасаңыздар, тұзды қосқаннан кейін газдалған су екеуі арасында осындай көпіріп реакция жүрді. Енді үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, бірінші лопатканың көмегімен араластырып аламыз да, кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Осылай кішкене басын біріктіргеннен кейін қолға жабысып жатса, кішкене 1 ас қасықтай сұйық майды қосып илеп жібереміз. Енді осының бетін пищевая пленкамен жауып 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Енді тынған қамырымызды аламыз да 7 бөлікке бөлеміз. Ұн сеуіп жұмыс істейміз, себебі біздің қамырымыз жұмсақ болғандықтан міндетті түрде ұн сеуіп, ұнмен жұмыс істеуіміз қажет. Теңде 7 бөлікке бөліп, күлшелеп шығамыз. Енді осы күлшелерімізді жұп-жұқа етіп видеода көрсетілгендей жайып шығамыз. Қалынырақ қылып жайып та пісірулеріңізге болады, олар сіздердің өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Міне осылай жайып шығамыз барлығын. Енді қызып тұрған майда 2 жақ беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Қамырымыз жұқа болып жайылғандықтан тез-тез піседі, сондықтан қарап тұрасыздар. Қараңыздаршы, құрамында ешқандай да ашытқы, ас содасы жоқ болса да өте керемет болып көтеріліп жатыр. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Күшті, керемет болып шығатын болады. Барлық шелпектерімізді осылай пісіріп шығамыз. Міне осымен біздің шелпектеріміз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақбота.